Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздер Асылым Димаш үшеуміз челлендж бойынша Дина гипермаркетке келдік. Привет, де Асылым. Біздердің мұнда келген мақсатымыз челлендж жасайтын боламыз. Димаш, сен қандай түсті тамақтар таңдайсың? Көк түсті. Асылым, сен розовый таңдайды. Бізбен бірге соңына дейін видеомызды қараңыздар. Видеомыз өте қызықты болады. Кеттік. Кіріп барамыз. Димаш, алдында ашып қой. Іш жылы екен. Бұл Дина гипермаркеттің іші өте үлкен. Өте. Жақтар ойыншықтар бетті. Асылым айтқандай, келіскенде біз ойыншықтар алмайсың, я? Тек жаңағы розовый, сен Асылым розовый ол киініп алды, сол үшін. Өзіне кілен розовый заттар таңдайды, ал Димаш кілен көк заттар таңдайды. Күшті конструкторлар, ойыншықтар. Димаш, маған алдыңды көрсетші. Димаш көк таңдайын де осындай көк кофта киіп алды. Асылым розовый киініп алды. Жүріңдер. Уже новогодный заттар шыққан. Подаркалар. Ал бастаймыз. Не таңдаймыз? Күшті, әдемі гүлдер. Нежный. Күшті. Осында гүлдер жақсы. Ақ гүлдер. Асылым билеп жатыр. Күшті жып-жылы үйге кеттім. Қанша деп тұр бұл? Санасы болатын еді ғой. Жирап. Мам, қара жирап. Қайсы? Я, осындай. Аламыз біздер. Күшті. Күштан жақта қараңдар, қаққа тек. Новогодный нелер келген. Кофталар. Сіздерге де бар сияқты. Қайсы? Қанша деді? Күшті екен, да? Материалдар да күшті екен. 7000 теңге почти. Тек қана кофточканы өзім, жоқ, пижама асты үстімен. Ценасы нормальный екен, арзан. 7000 теңге. Жүріңдер ал. Розовый зат іздейміз Асылымға. Димашқа көк заттарды іздейміз. Бұл біздің видеомыз аты қазақша челлендж. Димаш, қара. Мен мынандай носкилар шығарған деп өзім қызығып жүрмін. 899 теңге. Мен мынандайларды негізі Қытайдың сайттарынан аламын. Новогодный. Жұмсақ бас киімдер. Түсі күшті екен. Шу арзан 3000 теңге. Өзіме қалсам бекен. Қас киіп көрем. Ал жүріңдер. Кірсек. Айналып барамыз. Елкаларды қараңдар. Күшті, да? Ана жердің бәрі. Түрлі цветті елкалар. Күшті ой. Қараңдар. Күшті елка шышаны сәндейтін. Күшті, я? Ертең бізде қыстан олып. Ертең елкімізді бізде сәндейміз. Шыша бездендіреміз. Вообще әдемі екен.
қалғаннан деп отыр. Мында қарасаң жүре бересің. Қызығып, да? Мен ыдыстармен ауырамын, ыдыстар неше түрлі. Судың ыдыстармен ауыратын болып кеткен. Алтындағы видео. Иә. Асыл мына розовый шишаны ал сен. Асыл мына розовый. Елканың қасына фотоға түсіп алдық. Фотоға түсіп алдық. Асыл не аласың ал, розовый қарайық. А? Ага, Асыл алады. Давайте екеуіңе біреуін сол розовый аласың сен. Кішкентайын ал. Кішкентай түрін алшы. Мынау үлкен түрі, кажется. Мама, кішкентай. Мама. Давайте соны алыңдар. Асыл розовый осыны алып жатыр. Сен соны аласың ба? Сондай түрін жейсің ба сен, не Димаш? Не соны жейсің ба сен? Сен не сметананы көп жемекенің ба? Жүр, өткізіп жіберейік. Бақта. Екеуі лейс салды. Розовый мен көк. А, кішкентайын ауыстырасыңдар ма? А то просто жерінбей қалады сосын. Кішкентайы жоқ, иә. Енді Асылым тағы не аласың өзіңе? Димаш? Розовый или көк сок таба алмай тұрмыз. Қайсы? Давайте онда мынаны алыңдар. Осыны аласың ма? Көк цвет осын тауып тұрмыз. Көк сияқты ғой, вроде. Давайте алсалыңдар. Пепси аламыз дейді, онымен пепси асқазанға тиеді. Сол үшін осында не алдық? Фрукты жағына келдік. Енді не аласыңдар? А? Иә. Біз розовый мен көк зат таба алмай жүрміз. Қарап жүрміз. Не бар тағы деп. Мына жақтары Димаш. Сендер алмайсың да онша. Сүретін олып ұзын. Жай кетіп жатыр, еще камераға түсір. Мынандай ма? Қалейді. Қандайын аласыңдар? Соны аласың ба, еге мынандай ма? Давайте, Димаш соны алып жатыр. Өзіне. Енді Асылым не аласың жүр? Асылымға розовый еш нәрсе жоқ мына жерде. Мынандай аласың ба, или Асылым? Былай тұр, Димаш. Мынандай. Ой. Димаш, көтерші. Аласың ба? Ала бер, ладно. Жемесен салатқа бірден қосамыз. Алмайсың ба? Оның көгі жоқ, Димаш, саған. Сен көк заттар алам дедің ғой. Бұны бізде сондай челлендж ғой. Тағы не аламыз? Жүр, қарайық былай. А, вот сендердің любимый мармеладтарың.
Қандай цветтерін аласың? Мармелад аласыңдар ма? Қоқалға алдың ғой. Асылым розовыйын алып, Димаш көгін алып жатыр. Иә. Киндер ма? Не ол? Уже мармелад алдыңдар, оны не істейсің? Давайте мынандай еле не алыңдар. Бір мамбадан алыңдар. Сендер андай алдыңдар ғой. Алдыңдар ғой уже. Мармеладтың. Жоқ, алпаған жоқсың. Оны не істейсің киндерді? Лучше өздерің жейтін басқа бір нәрсе алыңдар. Жүр, давайте бір-бірден шоколад алыңдар. Жүріңдер, қарайық. Давай, Димаш, мынандай алып кел, көрсетем. Саған көк мынандай шоколад бар. Сен бауынды тоже жақсы көретін едің ғой мына. Міне. Шоколад таңдап тұрмыз. Сникерс аласың ба? Давайте ал онда. Сен қандай розовыйдан қандай аласың? Асылымға розовый шоколадты болмайды. Ладно, алда болар, қарайық. Шоколадтың орнына соны аласың ба? Или шоколад қараймыз ба? Жүріңдер. Жүр, шоколад қараймыз. Асылымға розовый шоколад іздеп жүрміз. Асылым өзінде қарап жүр. Шоколад қой. Қайсысы? Шоколад. Ондай алайын деп тұрған жоқ, Асылым. Шоколад алайын деп тұр ғой сенікінде. Асылым розовый таппағасына киндерді алып жатыр. Розовый қызылға жатады, я. Ладно, ал соны. Сап қой. Болдыңдар ма? Болды, да, Асыл мен? Димаш. Видео аяқталды, достар. Сізге аяқталыңыз көтіңізді. Бірінші каналда алтындардың көтерімі шығатыр. Не айтасың? Алтындарды түсірген видеомыз қараңыз, қарап кетіңіздер деп жатыр. Асыл, не айтасың сен? Қазір көрсететін боламыз соңында, видеоның соңында Асыл мен Димаш өздеріне не алғанын тағы бір көрсетеміз, я? Просто түсіремен болса. Videoda көп шығу керек қой, я? Иә. Димаш, ол саған көк қой. Асылым соны аласың ба, или мынандай түрін аласың ба? Екі киндер аламыз деп жатыр. Димаш мына көк түсін алып жатыр, я? Мен ана. Сен ере мынандай киндер ал. Мына розовый. Мен киндер аласың. Әдей күн алады. Алайын. Қайсысын аласың сен? Соны аласың ба? Сол киндерді ма? Сақ қойында бар. Сен де алмайсың ба? Неге? Жоқ, алып кесе алшы. Алмай, мама. Да, Димаш, сал сен. Сал қой, я. Просим вас пройти на кассу и оплатить свои покупки. Моющий жаққа шығып кеттік. Жүріңдер, моющий жаққа шығып кеттік қой. Жаңа Димаш қали алған, оны тастап кеттік. Одан кейін алмайым деп шықты, басқа не алам, отына деп. Димаш мынандай түрлері де тұр ғой, міне. Мынандай түрлері де бар екен.
Жаңа сен алдың ғой кендірді. Мұндай алған жоқпын мен. Игрушка. Жаңа сен де алған осындай емес пе деп. Асылма розовый арбузный не? Конфет аласың ба? Мама. Розовый. Bunu Соны аласың ба алмайсың ба? розовыйға Сен. заптай. Ладно, жүріңді басқасын аламыз. Басқа бірдеңе аласың да? Мен қалай білмеймін. Орео ғой. Аласың ба соны? Біреуін ал. Сондай түрін аласың ба? Сен қандай түрін аласың? Еще мынандай бар ғой. Или мынаны ал лучше. Қайсысы жақсы? Ал. Розовыйға жата ма? Я жатат алшы соны. Асыл мынандай алып жатыр өзіне. Розовыйға жатат деп. Димаш көкті алып жатыр. Печенье. Асынан ішінде әлбейін бар. Мен алыппын. Алып болдыңдар ма? Осымен біздер видеомыз аяқталды. Димаш пен Асылым өзіне көк пен розовый тамақтарды алып болды. Енді қазір соңында саламыз я видеода. Не алғандарын соңында тағы бір көрсетеміз. Санайын. Санайтындай көп алған жоқсың ғой. Proyecto satu berwasta, dengan dipermakai dengan manusia transformasi, sebenarnya kasta water, tawaran dengan kesalahan kesalahan. Біздер шықтық. Өздерінің заттарын алып, чегіміз бізде қанша шықты қазір? Почти 5 мың теңге шықты екеуінің. Тек екеуінің заттары. Ұнады ма сендерге челлендж? Асыл ұнады ма? Ал видеоны аяқтаймыз, я? Достар, осымен біздер видеомызды аяқтаймыз. Бізде алдың арап жүр Димаш. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықты челлендждар түсіретін боламыз. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Асылым, пока де.